әзіл жанрында, әзіл саласында мына анекдот деген керемет жанр бар. Енді көп адамдар бұл анекдотты жеңіл әзіл санатына жатқызады ғой. Мен өйтіп ойламаймын. Анекдот деген халықтың ішінде, халықтың жүрегінен шыққан әзілдер емес пе? Анекдот айтып отырайын, тыңдап отырыңыздар. Түнгі сағат 3-те есікті біреу тоқылдатады дейді. Тоқ деп. Үйдің егесі зорға тұрып келіп, кім ол депті. Сөйтсе, братан, ите жіберші депті. Есің түспе, түнгі сағат 3-тегі жобал бар десе, братан қатты қиналып тұрмын, көмегім болсын, ите жіберші депті. Болмадым ғой сен деп, үйдің егесі жақсы адам екен. Біз киініп, ерінбей далаға шығып қараса, дала тас қараңғы шығып тұр. О, қаяқтасың деп, сөйтсе, міне ақтамын депті. Көріп тұрған жоқпын, қаяқтасың десе, качеляда отырмын депті. Бір еркек супермаркетте әйелінен адасып қалыпты. Сөйтіп сатушы қызға келіп айтады, қарындас, мен әйелімнен адасып қалдым деп. Енді не істейді десе, менімен танысасыз ба депті. Не үшін десе, о үшін мен бір әдемі қыз келіншекпен таныса бастасам, әйелім сразу пайда болады депті. Сразу ойладым, байқамай қалдым. Бір бүкір адам парктың ортасынан өтіп. Бір бүкір адам парктың. Кешіріңіздер, үш көзім өтіп шығар. Енем қарына жібердім білмейді. Kuyda жібердім. Істер дұрыс па? Анекдот айтып жатыр ма? Бір бүкір адам парктың ортасынан өтіп баратса, шөптің арасынан дауыс шығады дейді, бауырым деген. Не болды депті, сөйтсе, сен бүкірсің ба депті. Бүкірмін депті, сөйтсе, жоқ бауырым, сен бүкір емессің депті. Қойшы деп үйіне келіп айнаға қараса, бүкірі жазылып кетіпті. Арқасы теп дегіз бұл әдем. Сразу ақсақ досына звондайды дейді. Досым, паркте бір керемет сиқырлы дауыс бар шөптердің арасында. Айтады, айтқан тура келе жазылып кетесің, баршы деп. Айтқан тура келе ме десе, тура келе жазылып кетесің деп. Ақсақ ұшып отырып паркке келіп, парктың ортасынан өтіп баратса, шөптің арасынан жаңағы дауыс шығады дейді, бауырым деген. Не болды депті, сөйтсе, сен бүкірсің ба деп. Жоқ, мен ақсақпын деп. Сөйтсе, жоқ бауырым, сен еще бүкірсің деп. Біреуге бақ, біреуге таққан кезде бір бала 3 ай каникулда Россиядағы туысқандарының үйіне қыдырып барды. Россияда 3 ай болып, 3 айдан кейін ауылына қайтып кетті. Сөйтіп әкесі сұрап жатыр дейді, ал балам, Россияда 3 ай болып, біраз орысша үйреніп қалған шығарсың деп. Сөйтсе баласы, конечно депті. Ал кеттік онда орысша бір деген қалай болады десе, один депті. 4 дегенші десе, один депті. 1000 дегенші десе, папа оған уақыт жоқ депті. Қазақтың балалары таза күйдіргі ғой. Бір жұтып көсем бола ма? Жаңа үйтіп ойлаймаңыздар. Тамақ кеуіп жатыр просто. Шынымен. Ой, білмей, көбі аузыңды сырдыңыз. Анекдот айтып жатыр ма? Бір ағамыз түнімен арақ ішіп, азанда ұйқысынан тұрып, жуынуға келіп айнаға қарап тұр дейді көкеміз. Деп тұрса кухнядан әйелі, Ербол, шай іш деп сөйтсе. Ербол деп тұр. Өзін танымайған ғой, Ербол деп пе? Бір еркек жұмыстан келсе, әйел үйде тыржаламас жүр дейді. Күйеуі түсінбей қалыпты, неғып тыржаламас жүрсің? Киімі жоқ адам болсын. Не киімің жоқ па не? Сенде киімнен көп нәрсе жоқ қой, қара деп шипаны ашып жіберді. Міне ақ көйлек, сары көйлек, қызыл көйлек қалай Ербол? Жасыл көйлек, көк көйлек деп тұр. Құдай сақтасын, не? Мына жөтел беле болды ғой. Бір жұтқымыз болмай тұрмыз. Мөңіздер бастап.
жатырмын. Bir ayel kuyovning mashinasini haydab kelib, kuyovine aytadi, "Canım, mashinangning karbyuratoridan suv kirib ketdi" deydi. Kuyov aytadi, "Qumash, sen mashina turib ne bilasan? Mashinaning karbyuratoridan suv kirmaydi. Mashina qayda desa, o'zingga tushib ketdi" dedi. Bir erkek vrachga ketdi, vrachga. Darg'er mirza qattiq qiynalib жүріп o'lib bo'ldim. Ne bo'ldi desa, 10 kun bo'ldi bir tusni qaytalab ko'raverem debdi. Qanday tus deb tusimda tishqanlar futbol o'ynab yuribdi debdi. Men buna darini bir hafta ishlaysan жазбасын debdi. Сөйтсе ертеңнен бастап ishsam bo'ladimi debdi. Ne ish desa, bugun bo'larda final debdi. Canım, sen beni жақсы көресің ба десе, "Я қатын азаннан ұрыс бастамашы" деп тұр. Сразу бір еркектерді қарсы кетесің ғой. Bir көкемізден сұрапты да, көкемізден. "Көке, арманыңыз не?" деп. Сөйтсе көкем айтады дейді. "Арманым арақты қою" деп. "Енді қоймайсыз ба?" десе, "Ойбай, сосын армансыз қалай көрсеңіз." Жалпы еркектің екі ақ түрі болады екен, негізі еркектің екі ақ түрі болады екен. Мен отыр ғой еркектер. Бәрі маған келгісі келіп отырмын. Еркектің екі ақ түрі болады. Біріншісі әйелінің айтқанын тыңдайтын еркек, екіншісі әйелінің айтқанын по-любому тыңдайтын еркек. Желание жоқ үйге ше, негізі ше. Қазір үйге барамын ғой. Есікті тоқылдатам, есікті динозавр ашады. Дауыс ашы динозаврлар бар. Қандай? "Жаным, жоғай қатын" деген. Басында ашып жіберген ғой. Қалдырып қалдым да. "Машинаға қол қойыңыз" деген ғой. Қоя салған ғой. Сөйтсем ЗАГСке қол қойған екен. Мен ғой жаным есікті аш. Қайда жүрсің? Жиналыста болдым. Қайда жиналдың да? Дарханның гаражында. Жоқ, ішкен жоқпын, саумын. Ішкен жоқпын, саумын. Дархан, Жандос, Алмаз үшеуі арақ ішті. Мен сүт іштім. Іштей өтіріп мақыл детский шампанский. Аш бош жаным, мазам жоқ, шаршап тұрмын. Ажырасам? Ой, сен, ертең азанда барып ажырасамыз. Просто қазір есікті аш. Жоқ, дүниенің бәрін әкелді бер, маған ешқандай дүниенің керегі жоқ. Просто машинамен үйдің ішіндегі заттарды тастап кетсең. Аш, мазам жоқ. Ашпай? Ашпасаң ашпа. Қызым ашады қазір. Дочам ашады қазір. Доча? Папа келді есікті аш. Доча? Дочам менің дочам. Папаның сұлуы. Жоқ, папа ішкен жоқ. Доча, папа сау. Дархан, Жандос, Алмаз тәтелерің арақ ішті. Папаң сүт ішті. Доча. Маған не әкелдің? Не айтты доча? Папаң саған папаң әкелді доча. Ондай папа керек жоқ. Ондай папа маған да керек жоқ доча. Просто папаң шаршады қызым. Аш есікті. Мазам жоқ, жаурадым. Доча, дала суық. Тыңдамашы шешеңді. Сен үніңді өшірші. Әкені жексұрын көрсетпе сен. Өзің сондайсың. Тыңдама доча. Аш қызым. Шаршады папам. Ашпай? Ой, шешесini тартып кеткен. Доча. Шаршады, доча. Мишо.
Egen de Mişon. Jözünü egen kişinin yok Mişon egen sağ. Tarhan dost almaz. Eserlerim araştı. Egen Rahmet ağabeyler, ya негізі сақтауын Аллаға шүкір той арағы болсын. Иә, бұл енді монологты оқыған себебім бір арақты насихаттайын деген жоқпын. Анау арақ ішкен адам жануар екеш, жануарға да жақпайтын көрсетілді. Рахмет ағайын. Сатира атты ғажап әлемге кіріп келдім. Сіздер үшін әзілді қанжығама іліп келдім. Халықты күлдіруде оңай емес екенін біліп келдім. Осы кешке дайындалдым, біраз уақыт дайындықпен өтті түндерім. Таңымдатып халықтың көңілінен шығу қашанда актерға бақыт. Менің кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі. Іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді. Тарихта қазағым соғыспен аштық көрген ел еді. Көп жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Саласына білек сыбана кірістім. Басталғанын сезеді жүрегім жақсы бір істің. Өнер атты сиқырды сахнада көрсетуге тырыстым. Қазақ сатира ақсақалдарының жолын тостым. Бауыржан Әбінәсір Алматтарды көріп өстім. Уәлибек Жүсіп ағалардың қалдырған ізіне түстім. Менің кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі. Іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді. Тарихта қазағым соғыспен аштық көрген ел еді. Көп жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Рахмет ағайындар, келіп көңіл көтеріп бізге қосылып уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Мен уәде беремін сіздерге бар бұл Тараз қаласынан шыққан шағын ғана жастарды құраған өнерпаздар келіп Алматыға өнер көрсетіп жатырмыз. Бізден асқан бақытты жастар жоқ ағайындар. Рахмет.